Баршаңызға сәлем достар. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Мейрамға орай жасалынатын Наурыз көженің рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен жылқының етін 1,5-2 сағат пісіріп аламыз. Ет пісем дегенше осы дәнді дақылдарды жуып тазалап, бұның ішінде арпа, жүгерінің 2 түрі, сары және де ақ түрі. Осыларды жуып тазалап, үстіне ыстық су құйып 1 сағатқа бұқтырып қоямыз. Бөлек ыдысқа сорпаны сүзіп алдым. Келесі кезекте бұқтырып қойған дәнді дақылдарымызды қосып қайнатамыз. Арпаны мен бөлек ыдыста жартылай пісіріп аламын. Барлығы қайнап пісем дегенше етті майдалап турадым. Және де құрт, айран жартылай пісіп қалған кезде тарыны қосатын боламыз. Жүгері жартылай пісіп қалды. Енді оның үстіне арпаны және де тарыны салып, толығымен пісіріп аламыз. Барлығы жақсылап пісті. Келесі кезекте майдалап туралған етімізді қосамыз. Енді осының үстіне тұзды құртымызды дәміне қарай тұзын салып, араластырамыз жақсылап. Жартылай суығаннан кейін айранды қостым. Осымен біздің Наурыз көжеміз дайын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.